былай оқу керек қой. Биология сен түбіңе жетем деп. Бірден бір тақырып қалдырмай, кез келген оқып, қайталап отыру қажет. Онан кейін өздеріңізге деген 11-ші сынып басында менде даже мамандықта дұрыс әлі таңдамаған кезім болды ол. Сондықтан қандай таңдаймын деген қорқыныш болды. Содан кейін пробный тапсырдық. Пробный тапсырып 35 аламын ғой, точно 35. Сізге келемін, қуанамын ғой, шынымен. Мен 3 айға уже 3 ай жақындап қалды примерно. Плюс 35 балл. 35 баллды жинаймын, мен қатты қуанамын ғой. Сіз шын айтады екенсіз ғой деп. Бізде шынымен менің және менің класстастарымда барлығымызда болды, типа шын айтсағандай нерв болдық та, қандай дайындаймыз деген секілді. Бәріміз шынымен білмейміз. Бірақ енді қазір айтамыз десек. Группаны уже сабақ басталарында группаға бөліп тастады. Ішінде бір бала болды. Келесі күні ана бала маған жазады, типа, екеуміз бір курсқа қатыстық, білесің ба деп. Екеуміз бір группалас екенбіз деп. Қазына байдыкын деп. Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін ОБТ және мен айдарына қош келдіңіздер. Бүгін алғашқы шығарылым. Бұл айдардың ең бірінші мақсаты бұл ОБТ-ға нені білу керек, ОБТ-ға нені біліп бару керек, жалпы соған қатысты қандай қиындықтар мен қызықтар болады, соны өрбітетін боламыз. Бізде бүгін қонақта Жаңагүл. Сәлеметсіздер ме, құрметті жас түлектер. Менің аты жөнім Қажымұратова Жаңагүл. Мен Қарағанды медицина университетінің 1-ші курс студентімін. Жақсы. Өзіңізді таныстырдыңыз, медициналық университеттің 1-ші курс студенті. Енді осы тақырыпқа байланысты ОБТ-да қандай дайындықтар болды, қандай қателіктер болды, қай кезде бастадың, осы жөнінде айтып берсеңіз. Мен бірінші ОБТ-ға дайындықты 10-ші сынып бітіргеннен кейін мамыр, осыны жазда бастадым. Жаздың кезінде бастадым. Бастаған кезде 11-ші сынып басында менде даже мамандықта дұрыс әлі таңдамаған кезім болды ол. Сондықтан қандай таңдаймын деген қорқыныш болды. Онан кейін таңдағаннан кейін қалай бастаймын деген болды. Пәнді, әлі пәнді таңдамадым. Әлі пәнді таңдамадым. Оның өзі бір қызық болды, таңдаудың өзі. Негізі дайындықты қандай пән таңдасам да, негізгі 3 пән бар бізде. Негізгі болып келетін. Соған дайындықты бастайын деп ойладым да. Мамырдан бастадым. Мамырда Инстаграмда онлайн нелер өтті, сабақтар өтті. Сөйтіп онлайн сабақтардың көрген сайын барлығына қатыса отырдым. Сөйтіп бастадым. Кейін нақты қандай онлайн сабақтарды? Сол кезде менде 140 плюс деген болды. Сол кезде тарихтан өтті, матсауаттылықтан өтті. Осы 2 пәнге қатыстым. Онан кейін тек осы ғана болды сол кезде. Өйткені көбісі мамырда уже ОБТ тапсырып жатыр барлығы. Көп курстар жаздан кейін жауып тастады нелерін. Сонан кейін тек мамыр маусымда солған қатыстым. Онан кейін шілде, тамызда өзім кітап болды. Сол кітаппен бастадым. Ол кезде ешқандай онлайн курстар болмады. Қандай кітап и қандай пән? Менде болды бірінші тарихты. Тарихтың ненің кезінде 10-ші сынып аяқталып жатқан кезде мен кітаптарды алып алдым. 7, 8, 9 осы 7, 8, 9 деген 3 сыныпы. Сол 3 сыныптан бастадым. Бірінші 6-шы сынып, 6 мет, 7 мет. Короче, содан бастадым, 6-дан. Содан бастадым да оқыдым. Полный бір кітаптың өзін 1 ай оқыдым. Онан кейін уже сентябрь болды да, тамызда оқыдым. Қыркүйек басталды. Қыркүйек болғаннан кейін уже мен басқа сол кезде мен таңдадым, қай пәнді таңдайтынымды, қандай мамандыққа баратынымды шештім. Қалай? Басында мен бұған дейін ойладым, басқа мамандық таңдап келдім. Бірақ оған өзім де ойладым, бұл мен нақты таңдалатын мамандық деп ойламадым да. Онан кейін үйімнен ақылдастым бірінші. Мам папамнан сұрадым, олар енді өзің қандай таңдайсың, біз соны қолдаймыз деп айттым. Онан кейін көбінесе тәтеммен бірге ақылдастым. Тәте айтты, типа, сен өзің кім деп аяғдан бері елестетесің деген секілді. Сөйтіп ойлап келдім, шынымен мен өзімді кіммен деп елестеттім дедім. Сөйтіп келер
ойласам өзімді баяғыдан типа ақ халат киген адам болып елестеткен екенмін. Сосын одан кейін дәрігер боламын деп шештім. Оның ішінде общий медицинаны таңдадым. Сөйтіп точно соны таңдаймын. Одан кейін бірден соған дайындықты. Уже нақтылық басталды. Иә. Қазір білесің ба сен, бізде проферентолог деген мамандық пайда болып жатыр. Ол сенің нақты қандай мамандық иесі болатыныңды жаңағы тесттер арқылы, сенің бұрынғы қабілеттерің арқылы, қалауларың арқылы нақтылап береді екен. Бізде де дәл сондай мамандықты осы курсқа кірістіріп жатырмыз. Алда болады, енді бұны құлақ қақсы ретінде айтып жатырмын. Ал енді жарайды, сен уже химия биология таңдайтыныңды түсінді. Одан кейін дайындық қалай болды? Одан кейін менде биология емес, ең бірінші менде химиямен шамалы қиындықтар болды. Өйткені ол мектептің кезінде болған қиындық болды. Сөйтіп ең бірінші химиямды дұрыстайын деп шештім. Сондықтан курстар қарай бастадым. Басында курстар көрдім де сіздің курсыңызды кездестірдім. Ол үйден біздің аралда екен. Сондықтан басында сіздің сабақтарыңыз болды ғой, ең бірінші 7-ші сынып еді. 8-ші сыныпта өттіңіз ғой. Сол кезде бір видеода полный сыныпты өткіздіңіз. Сөйтіп көрдім, мәссаған мүмкін ба деген сияқты болды менде. Вау, күшті деген сияқты. Шыны анда бір сыныпты уже 30 минутта ма сындырып тастадыңыз ғой. Ол өте түсінікті, не айтылу керек барлығы тұрда. Ұнады маған курс. Сіздің несіңізді қарай бастадым. Ютубты көрдім, ютубта шамалы нелеріңіз болды. Сөйтіп көрдім. И уже курсыңызға жазылдым бірден алдымда. Енді курста ожидание реальность болды ма? Ой, мындай ойлап едім, оказывается деген сияқты. Басында мен мысалға басқа курстар қатысқан кезде шынымен өзімнің ойымдағыдай болмайтын. Но сізге келгенде тоже мен қорықтым, типа, шынымен де надан. Сізде это болды, типа, 3 айдың ішінде плюс 35 балл деп тұрды. Сосын, мүмкін ба, мүмкін емес па, менде сомнение болды, сомнение болды. Мүмкін әлде мүмкін емес деген секілді. Сосын тәуекел алдым, қалай болатынын көрейін дедім. Алдым, сізбен сөйлестім, уж курсты алдым, есте бір партама сайттың ішінде тұрды. Сөйтіп бастап кеттім. Уже әрбір видеоңыз типа мотивация, немен басталды да. Осында химияны түсінбейтін қызбын ғой. Уже түсінікті бола бастады, и сіз офлайнда бастадыңыз уже. Офлайннан кейін вообще күшті десе. Сөйтіп офлайннан кейін уже химияны түсініп бастап кеттім да. И менде уже 3 айдан кейін еше, плюс действительно 35 балл болды ғой. Типа маған бір рет айтасыз, жаңыл қанша алып атсың деген секілді. Сен уже біраз болды, жоқ, 2 айдан кейін, по-моему, 3 ай жақындап қалған кезде сен прямой эфирге шығып түсіндір деп айтып атқастадыңыз ғой. Мен уже үйренген адамды сразу алып не істеймін. Өзің түсіндір енді деп ше, солай істей бастаймын. Содан кейін мен 3 айға уже 3 ай жақындап қалды примерно, и плюс 35 балл. 35 баллды жинаймын, мен қатты қуанамын ғой. Сіз шын айтады екенсіз ғой. Оказывается, ол мүмкін деген сияқты. Шынымен менің ойымдағыдан да күшті курс болып шықты химия деген. Сөйтіп, уже химияға менде не болды. Уже ары қарай мен дұрыс таңдадым деген нәрсе пайда болды. Сондай болды. Сөйтіп, химияда сондай болды менде дәлелді. Жарайды, алғашқы ұбт бізде қаңтар айында болды. Қаңтар айында химиядан қанша жинадың? Менде 44 балл болды. Шок. Я шок. Қандай ощущение ол кезде? Біз немен компьютермен тапсырмадық, қағазбен тапсырдық қой. Сағат 5-тің 6-тың кезінде шықты. Ашудың өзінде қатты қорықтым мен. Қалтырап тұрып аштым, ішіне кірем. Химияда уже 44 балл дейді ғой. Деп менде шок ғой, бірақ мен ішіне кіріп жазған кезде менде 2 сұрақтан сомнение болды, типа, осы 2 сұрағым қате ау, мен примерно 41 бір нәрсе аламау деп ойладым да. Оказывается, соның ішіне тек 1 сұрақ қате болады ғой. Жама қатты қуандым ғой, мен сізге бірден жазамын сол кезде. Осындай алдым, маған айтасыз. Айтсаң енді тест балл қанша алдың балыңды дейсіз ғой. Сөйтіп, еще ондай ғой. Сендерде бір не бар да, интрига туғызасыңдар ғой, сөйлегенде. Менен үйрендіңдер ме білмеймін енді ол жағын. Бірақ көбінесе бізде командада, топта біраз оқушылар болды. Көбінесе бәрін бір-бірлен. Енді осы топ қалай әсер етті, орта қандай болды енді. Онлайн орта ол енді все-таки
бөлек қой. Неге байланысты? Оған қатысты. Басында біз офлайн оқығанға дейін онлайн алып келдім да. Онлайнда мысалы үйде өзім болдым. Но видеоның ішінде әрбір мотивация бар ғой. Ол мотивация берді. Ол кезде менде орта болмады. Онан кейін уже офлайн барған кезде мен қасымдағы қыздармен бірге біз жарысып бастадық. Негізі жарысы болған, бірге отырамыз и талдаймыз. Мысалға сен біліп отырсың, біліп отырып шығарып алсаң, өзіңе күшті не аласың, мотивация аласың да. Біреулерге жарысы оқыған жақсы. Ал біреулерге мысалға бізде Әділхан деген бала болды, білесің бе? Оған жарысқаннан көрі самостоятельно өзі отырғанды ұнатады. Ол мүмкін ана темпераментке де байланысты болуы мүмкін. Менде мектептің кезінде, мысалы, сабақ кәдімгі оқыған кезде, ондай жарысып оқитын адам болмайды. Мен бір өзім просто оқитынды, ал уже химияға келдім. Мен қасымда менімен бірдей оқып жатқан қыздар, бәріміз бірге химияға барамыз, таңдаймыз. Барлығымен, менде ондай қатты басында жарысы деген болған жоқ шынымен. Жай просто аламын, шығарамын, көрсетемін деген сияқты болды. Ал онан кейін уже кім бірінші болады дейсіз ғой сіздер. Анадан кейін уже скорсқа салып, шығарып, соның өзі мысалға есепті тез шығаруға үйретеді. Машықтану. Уже тез шығарып үйреніп. Сондай шамалы ойымда болғандай жарысу, бірінші болу деген сияқты болмады. Болмады, но по-любому қасында қыздар сенмен бірге жарысып сенмен бірге все-таки пайда болады, іште. Андай болды ма? Сенен бұрын жақсы жинағандар болды, ішін киген кездер? Ондай емес, менде бірақ сабақтың кезінде химияны жақсы түсінетін қыздар болды мектепте. Солар жоғары алатын. Ол кезде мен олар қандай просто қызығып қарайтынмын. Күшті жинап жатыр деген сияқты. Мен қашан жетемін деп па? Онда қашан жетемін дегенде осындай секілді, баға менде жетсем деген секілді болды. Өйткені мен өзіммен, өзгелерден көрі өзімді салыстыратын. Мысалға, басында мен ең бірінші алған балымның өзі 4 бал ма? Мысалға, 4 балмен онан кейін жинаған 13 балдың арасы деген өзіммен салыстырдым. Өйткені біреумен салыстырсаң, ол кезде өзім енді мысалға қазір оқырмандарың сенбеуі мүмкін. Мысалға 4 бал, 13 бал, одан кейін 44 бал шынымен де 3 айда жетуге бола ма деген сұраққа не деп айтасың? Әрине рас. Егер де ең бірінші мотивация болса, мен таңдаймын деген мақсат болса, соған қарай барады, ары қарай. Сосын ортасы да әсер етеді оған. Сонда таңдап тұрған курстың өзі әсер етеді оған. Сонда басты мәселе, анағы сендегі ОБТ-дағы 140 бал деген саған мотивация болған жоқ. По идее, сендегі әрбір сәттен ләззат алу пайда болған ғой. Яғни, сен күнделікті аз-аздан сол сәттегі жеңіп шығуың мотивация болып тұр ғой саған. Сонда жүру барысы саған ұнап тұр, қызығып тұрсың. Қызыға оққан деген ол бөлек қой. Қинап оқу, қалайда оқу деген нәрселер пайда болды ма? Болды ма үшін сондай нәрселер? Қай пәннен болады? Болды, биологиядан болды. Өйткені маған өзім есеп шығарғанын айтты. Бірақ есептерді, матсауатлық деген сияқты, химияда кіл есептер, есеп шығару маған қызық болды өте. Это видеолар қысқа да. Бір видеоны аяқтап тастайсың, 5-10 минутқа да жетпейді. Сондай аяқтап тастайсың, уже аналарды меңгеріп аласың, алашасын, пробный шығарасың. Уже ананда мен алдым, шығардым, қызықта тартады өзіне. Ал биологияда ол теория бойынша жүреді. Сен кітап, мысалы, 3 бет кітап ба, оқуың керек оны түсінуің керек. Бірақ ол шыққан тема сенде пробныйда келуі мүмкін, келмеуі де мүмкін да. Сол кезде шамалы қиын. Басында биологияны өзімен қызығып оқыдым, бірақ уже 9-шы сыныпқа дейінгі кітаптар полный болды ғой. Это менде курс болды. Ол курстың айырмашылығы қандай сонда? Қандай? Оны ұзақтығы қанша? Оны менде негізі курсты мұғалім жақсы түсіндіреді. Бірақ курстың ұзақтығы 1 сағат. Кәдімде әсер етеді. Кәдімде 1 сағатта шынымен сен 1 сағат тыңдап боласың да, басың уже ауыра бастайды, ананы до конца қабылдай алмайсың да, шығып демалып келесің, сосын жазғаныңды оқисың, оны түсінуің керек да. Оның өзіне тағы уақыт кетеді сенде 1 сағаттай. Бірақ жақсы жері курстың қалай жаттау керек, мысалға. Қай өсімді қайсына жатады, қандай түрге не жатады, соны жаттаудың тәсілін айтады да, ол шынымен оңай. Көмектеседі саған жаттауға. Сол басында 9-ға дейін жақсы меңгеріп келдім.
уже 10-11-де новый, бізде новый программа болды ғой, и новый тақырыптар болды. Оларды шынымен түсіну қиын болды. Прям қиын тақырып болды да. Енді басында маған қиын болды. Кейін бір рет қараймыз видеоны, 2 рет қарайсың, сосын барып түсіне бастадым уже. Түсінікті. Сонда курсты таңдаған кезде барынша аз уақыт және көбірек жаңағыдай практикаға жұмсайтын уақыт керек екен, иә? Енді мысалға осы жақсы айтып жатырсың да, енді салыстырғанда саған басты, яғни қандай мынандай факторлар ұбт-да керек болады деп айтасың. Яғни мотивацияң болу үшін, яғни сен 100% ұбт-ға дайын болуың үшін, толыққанды болу үшін нелер керек? Ең бірінші, әрине ол мақсат. Точно, мысалға, осы мамандық таңдадым, и нақты осы мамандыққа түсем деген болу керек. Және оның қанша балл мен түсесін, соны білу керек та. Мысалға, саған жоғары балл керек болса, сол жоғары балға қарай ұмтылуың керек. Мысалға, маған осы балл жетеді деген сияқты тоқтап қалу болмау керек. Ал екіншіден, әр мысалға 5 пән бар, 5 пәнді дайындалуда уақыт болу керек. Мысалға, тек бір пәнді алып, тек соған ғана дайындала беруге болмайды. Мысалға, бір күннің ішінде 5 пәнге де уақыт арнай, хотя 3 пәнге уақыт арнау керек. Точно солай, нақты уақыттар көп қою керек. Осы жөнінде айтайын. Мысалға, сен барлығында да курсқа қатысқансың. Мен байқауымша. Қай пәннен курсқа қатыспаған пәнің бар ма? Оқу сауаттылықта. Оқу сауаттылық. Жарайды. Курсқа қатыспаған жағдайда қандай қылып тапсырар едің? Өзіңнің шамаң жететін бе еді? Қазіргі мысалы онлайн курс біздің кезімізде болмады. Жаңа болғанда деп ойлаймын. Ал болмаса не болатын еді деген ойларыңыз бар ма? Сол жөнінде айтсақ. Мысалға, мен ойлаймын, шынымен курс болмаса, жай ғана кітапты ашып, ішінен есепті қарап, пробный талдау ол өте қиын. Әсіресе не пәннен курсқа қатысқан дұрыс? Өзінің таңдау пәні ең бірінші сол. Мысалға, менде химия, биология ма, солардан курсқа қатысқан дұрыс. Өйткені оларды жай кітаптан алып оқу деген, сені бағыттап тұратын, осыны оқысаң, осы келет деген секілді, мысалы, бағыттап тұратын жетекшің, мұғалімің болмаса, қиын болады оны оқу. Өйткені сен әр нәрсені оқуы мүмкін, мысалы, ютубтан қарау мүмкін да, бірақ ол жерде сенде жүйе болмайды. Жүйе болмайды. Ал сенде мұғалім бар, значит, онда жүйе бар деген сөз. Өйткені мұғалім саған нені үйрету керек, нені точно білу керек, білет та, и мұғалімдердің өзінде опыт жиналады, мысалға, ұбт дайындағанда, осы саған осындай балл береді, осы сенде бірнеше рет кездеседі дейтін секілді. Түсінікті. Енді ұбт-ға кірген сәт, кірген кездегі ощущение қандай сезім болды, не жаңағыдай 4 пән тапсырдың, ол жағын барлығын біртіндеп жүйелі түрде айтып берсеңіз. ұбт-ға кіретін кезде негізі өзіңе сенімділік болу керек. Ең бірінші сенімділік, бірақ сенімділік қалай келеді, қайдан келеді? Ол сен дайындалдың, мысалға 5 пәннен де дайындалдың, сен өзіңде ойлауың керек. Мен осылардан дайындалдым, пробныйдан жақсы жинап жүрім, және сол келген сұрақтар енді маған ұбт-да келеді деген секілді. Өзіңе сенімділік болу керек. Өзін настроить етіп аласың, солай келеді, успокойся деп. Мысалға, өзіңмен ойыңмен ойлайсың, маған осындай сұрақтар келеді, мен осыған жауап беремін деген секілді. Елестетіп аласың. Ойыңда сондай болу керек, ойыңда. Тек бірақ жақсы позитивный ойлау керек та. Алам, келем, жауап берем, и мен жоғары балл алам деген секілді. Мысалға, мен қорқам, анау келмей қалса не болады? Анау келмей қалса болады ғой іште. Ол қалай құтыласың енді одан? Ондайда болмау үшін негізі дұрыстап дайындалу керек. Мысалға, кез келген тақырып болса, ешқайсысын қалдырмай, дәл нақты ұбт боламын дегенше, барлығын оқып алу. Соның өзінде қорқып тұрса ше? Оның өзінде қорқып тұрса, онда барынша жаңағыдай өзін сену, жаңағы мысалға, жақсы сұрақтар келеді деген секілді, сенімді өзі жасап алу керек. Сосын дыханиеңді шығарып деген, менде бәрі дұрыс болады деген сияқты. ұбт-ға кіретін кезде сонда сеніммен кіру керек, и өзіне қорқынышты алып тастау керек. Өйткені кез келген қорқыныш ол ойдағы сенің біліп тұрған нәрселеріңнің бәрін ұмыттырады. Кез келген нәрсе. Мысалға, менде ұбт-ның кезінде қорқыныш деген особо болмады. Өйткені біз ұбт-ны бірнеше рет тапсырдық. Мысалы, қаңтарда, наурызда тапсырдық та. Оған сәл ұбт-ға үйренді, и өзің оққан тақырыптар бар, пробныйдан жақсы жинап жүрсің, и менде қорқыныш болмады.
сөйтіп ұбт-ға кірдім. Кірген кезде әрине енді ол жерде атмосфера бөлек болады. Мысалға біреу қуанып тұрады, біреу қорқып тұрады, біреу жылап тұрады деген секілді. Бірақ оларға сен бейімделіп кетпеуің керек. Өйткені өзің бір настрой істеп алдың, и сонымен точно тұруың керек. Сосын су алып ал, мысалға. Сөйтіп ұбт-ға кіреміз, и сұрақтарды көрген кезде тоже сондай не ұстамау керек, паника болмау керек. Мысалға бірінші сұрақтар оңай болғанмен бір көрмеген сияқты көрінеді. Бірінші аласың, оқисың, кейде мысалы қорқып тұрсаң, қобалжып тұрсаң, сұрақтар басқаша оқисың. Басқаша қабылдайсың. Сосын қорқасың, паника боласың, ұмытасың. Шамалдан кейін қайтадан оқысаң, құрсын деп ойлайсың ба? Мысалы кейде менде болады. Есептің өзін оқыған кезде ең сонда нені сұрап тұр деген секілді. Дұрыс емес оқисың. Соңына жеткің келіп барады ма? Соңына дейін дұрыс оқымайсың. Басқа тағы секіріп кетесің. Айтпақшы, ұбт-да мысалға кез келген сұрақ қиын сұрақ болса, оны отырып қалмау керек. Өтіп кету керек та. Жеңілдерін оқып істеп алып, сосын барып ең соңына қайтып оралу керек. Міндетті түрде қайтып оралу керек. Бір қиын сұраққа отырып қалуға болмайды до конца. Сондай. Онан кейін мысалға 2-3 пәнде тапсырып болғанмын, онан кейін сыртқа шығып демалып алу қажет деп ойлаймын. Сыртқа шықпасақ та, мысалға, енді компьютермен тапсырып жатқаннан кейін әрбір 15 минутқа шығарады ғой. 15 минуттың ішінде шынымен де тұрып, су ішіп алу деген секілді, шамалы басыңды сәл тынықтыру керек. Онан кейін қайтып кірісеміз. Ал онан кейін шыққаннан кейін, мысалға, сені қаншама адам күтіп тұрады, мұғалім күтіп тұрады, класстастарың күтіп тұрады, не келді, анау келді, мынау келді деген секілді. Уже онан кейін басқаша болады. Енді бір жағынан бірден балымызды көріп қоямыз ғой, біз күтпейміз. Ол кезде енді алған балыңа қарай сенде не болады деп ойлаймын. Қалай енді көңіл күйің соған қарай өзгереді ғой. Все-таки қанша жылдан бері, енді 1 жыл ғой, дайындығың, қанша уақыттан бері дайындығың бірден результаты көрінеді. Все-таки ол сәл бөлек болады ау. Сосын, енді жалпы осы 4 мамандықты таңдадың, жаңағы университетке, 4 университетті таңдадың, мүмкін 3-еу ма білмеймін. Осы жөнінде қандай болды, не қателіктер болды ма, болмады ма, кім көмектесті саған? Мысалға, мектептің жеткізілуі қандай қазіргі таңда? Қазір деппін ғой, ұбт тапсырған кезде, менде ұбт уже тапсырып болдық, мен ойладым, ұбт тапсырдық, бәрі бітті деп. Бірақ ол әлі басы екен жетсем. Шынымен де басы. Өйткені онан кейін менде ұбт-ға дейін мысалға депрессия, стресс дейтіндер болмады, шын айтсам ше. Өйткені өзім де байқамадым оны. Ал ұбт-дан кейін менде стресс болды. Себебі бізде 4 мамандық таңдау керек, универ таңдау керек, құжат дайындау керек деген секілді қиындық болды да. Не құжат дайындаймын деген болды. Мысалға, оны мектебің айтады. Мектеп өйткені білмейді дұрыс, шын айтсам. Анау керек, мынау керек, анадан қарайсың деп. Ол нақты айтпайды да. Сосын сайтқа кіреміз. Мысалға, мен медицина таңдаймын ба? Қанша медицина универ бар, соның барлығын сайтына кіріп шықтым мысалға мен. Маған не дайындау керек? Соларды қарадым. Әр универ әр түрлі жазған. Онан кейін тағы не бар? Ютубта болды мысалға. Қандай бізде қалады? Жу кезет пе да? Соның ішінде де болды ғой, қандай дайындау керек. Ол қаншалықты дұрыс? Соның үшін қарадым. Онан кейін мысалға көбісінің басы енді бірдей келеді, но кейбір құжаттар уже әр түрлі болады. Бізде шынымен менің және менің класстастарымда барлығымызда болды, типа. Шын айтсағандай нерв болдық та, қандай дайындаймыз деген секілді. Бәріміз шынымен білмейміз. Бірақ енді қазір айтамыз десек. Сөйтіп, мен неден қарадым, нелерге жаздым, не дейді, приемная комиссия бар ғой, қандай не керек деп. Телеграмда нелер болады, әрбір сайттың, әрбір универдің өзінің сайттары, каналдары болады. Соларға жаздым, боттар болады, соларға жаздым, не керек деген секілді. Сөйтіп, мен универге жаздым. Телеграмнан қалай іздейсің сонда? Бізде мынандай сайттың астында өздері нелер тұрады. Белгілер тұрады, мысалға, инстаграмға керек па, инстаграмның, ватсаптың. Короче, әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіге кіресің, сайтқа кіресің, сайттың астында телеграм, ватсап желілерге өтесің.
сөйтіп сұрайсың. Айтпақшы не болды, бізде карантин кезі болғаннан кейін онлайн тапсырдық қой. И онлайнның кезінде ютубтан шықты. Жу кезетін ішінде жақсы шығарды, әрбір жылда қалай тапсыру керек. И мен көп видео көрдім да, әрқайсында сәл-пәл бөлек-бөлек та, и жу кезет шығарды, сонда нақты айтылды. Типа, осы құжат, мен сол видеоларды көріп алдым, и сол бойынша құжаттар кетті. Өйтіп біз құжаттарды сканерлеп алдық. Вот соларды дайындадым. И құжаттардың ішінде бізде еще психометрикаға тест тапсырдық қой. Оның өзі проблема болды. Өйткені мен бір жағынан тек медицина ғана таңдаған жоқ, мен соңғысын мұғалімдік қылдым да. Неге соңғы? Өйткені мысалға менің балым медицина болғаннан кейін медицинада жоғары балл болу. Мысалға менің балымның өзі төмен болуы мүмкін ғой. Жетпей қалсам деген секілді. Өйткені 4 мамандық ішінде міндетті түрде мамандықтардың ішінде сонда мұғалім болу саған ұнамай ма? Негізі жаман емес? Жоқ, жаман емес. Бай, шын айтсам, мен сәл-пәл мұғалімдік сәл қасиеттері бар. Мысалы, куратор болып жүргеннің кезінде де болды да, бірақ мұғалімді мен таңдағым келмеді. Өйткені медицинама, тек медицинам етіп қақиып қалдым. Онан кейін бірақ та екі вариантта қарастыру керек, онда бірнеше вариант қарастыру керек. Может, оны түспей қалсам не боламын деген секілді. Енді мұғалімдік те жаман емес, бай, оны может болған таңдамай мұғалімдікке түскенде де ондай өкіну дейтін может болмайды менде. Сондықтан соңғысын мұғалімдік қылдым. Мен болсам ең соңына медицина жазар едім. Енді осы 4 мамандықтың өзін таңдау негізі шынымен мәселе да, оның өзін таңдау. Өйткені бізде мысалға сенің балың жетпей қалуы мүмкін. Жалпы медицинаны таңдаған өзінде шынымен де ол үлкен проблема да. Мысалға бізде біз түскен не таңдадың нақты айтып жүрші қазір. Таңдаған кезде мамандыққа түседі екенсің да, грантқа. И сен мамандықты бір-ақ рет қана таңдауың керек. Мысалға мен жалпы медицинаны таңдап тұрмын. Жалпы медицина бүкіл универде бірдей. Бала бірдей. Бірінші жалпы медицина таңдадым. Онан кейін педиатрияны таңдадым. Екінші жалпы медицинаны мен 2 рет, онан кейін педиатрия, ол мұғалім. Себебі жалпы медицина негізі мен бір-ақ рет таңдауыма болу керек. Өйткені мысалға қателік осы жерде да. Өйткені мынандай, мысалға жалпы медицинада сен Астана мен мысалы Қарағандыны таңдағанның өзінде, мысалы Астанаға түспесең, Қарағандыға да түспейсің. Бірақ та бір исключение бар да, Асфендияров Алматыдағы, сол ғана исключение. Мысалға Асфенге түсе алмай, сен Қарағандыға түсуің мүмкін. Өйткені Асфендияров ұлттық университет қой. Мысалға Асфендияровтың сосын қайсы университеттің өзіндік гранты болады. Асфендияровтың өзі бөлек, Асфендияров бөлек есептеледі. Қалған университеттің барлығы қалаға бөлінбейді. Тек жалпы грант бөлінеді, жалпы грант. Сондықтан сен 4 нені жазған кезде 4-еуін 4 түрлі жазу керек. 4 түрлі болу керек. Мысалы, бірақ қала бірдей болуы мүмкін, бірақ мамандық бірдей болмау керек. Просто Асфендияровтың балы кез келген неден жоғары. Сондықтан бірінші, мысалға, Асфен жазуы мүмкін. Бірақ мен Асфенда емес, Қарағандыға түскім келіп, бірден Қарағандыны жаздым. Тез сөйлейсің. Асфен деп қысқартып жатсың. Асфендияров. Байқамаппын даже. Біздің керемет немізді, университетімізді екілетіп жатсың ғой десе. Асфендияровты жазбадым. Бірден Қарағандыны жаздым. Жалпы медицина жаздым. Енді менде уже басқа жазуға болмайды. Мысалға, Астананы, Ақтөбені жаза алмаймын. Ал екінші, сол Қарағандыда мен педиатрияны таңдадым. Мысалға, жалпы медицинаны түсе алмаған жағдайда мен педиатрияға түсем деген секілді. Енді ол да дәрігерлік болғаннан кейін, оған тоже таңдадым. Мысалға, мынадай дүниеде бар, егер сен Астанаға грантқа түсіп кеттің, бірақ сен Қарағандыда оқығың келетін болса, онда сен ауыса аласың. Өйткені ешқандай қиындығы жоқ. Сен жалпы грантқа түскендіктен сен кез келген университетке қаланы ауыса аласың. Бір жылдан кейін ауысуыңа болады. Грант мамандықта тұр өйткені. Мамандыққа түсесің. Давайте, оқырмандар мына жерде қатты есте сақтап алыңыздар. Барған кезде біздің Жамангүл сияқты пысық болып, бірден қай университет, қай не, соның каналы болады, бәрінде болады. Бәрінде болады. Соны обязательно тауып, соған істейсің. Инстаграм болса тіркеліп, канал болса соған тіркеліп, жазылып қою керек. Өйткені олар күнде шығарып отырады да, кез келген жаңалығын шығарып отырады. Менде Қарағандыма соған тіркелдім.
олар күнде шығарып отырады. Мысалға бізге сен ОБТ-ға тапсыратын кезде онлайн тапсырдық қой Экофпен. Оған бөлек документті и университеттің өзіне бөлек тапсырасың. Универ өзі шығарып тұр. Мысалға менде уже универге тапсырған кезде сол каналына тіркелгеннен кейін ондай қатты қиын болмады оның несін дайындау. Өйткені өзінің ішінде тұр. Иә, ішінде тұр. Содан кейін олар мен бармастан бұрын сол жаққа общаганың несін шығарды. Мысалы, оның өзінде бізде болды. Онлайн оқимыз, офлайн оқимыз білмедік. И офлайн деген кезде олар несін шығарды бірден. Заявление тастаймыз общагаға. Сол кезде бірінші тастаған кезде негізі былай универге қарай универдің бірнеше общагасы болады. Кейбіреулерде бір ғана общагасы болуы мүмкін. Соны мысалға қарап отыру керек та күнделікті. Өйткені заявканы бірден берсең, қаншақты тез бересің, Қарағандыда бірнеше общага бар ма? Шетеуі бар общагасының. Вау. Мен мысалға барған кезде бірақ шетеу деп ойламадым. Бір ғана общагасы болады деп ойладым. И шықты, бірден берем. Бірден уже заявление берем. Өйткені үйдегілерде қарап отыр деп сен не істеп отырады да, жиелеп отырады да. Өйткені өзің ұмытып кетуің мүмкін оны. Сөйтіп күнде айтып отырды мамалар да. Сөйтіп мен кірем, заявление деген шықты, осы күн шығады деді, шықты, и бірден берем. Сөйтіп бірақ ол кезде общагаға түстің ба, түспедің ба білмейсің, просто заявление беріп қойдық. Онан кейін содан кейін мысалға универдің билет алып қою өте маңызды. Мысалға қай жаққа түсетіңді білмейсің, но сен қала жазып қойдың. Сондықтан қалаларға билет алып қойған дұрыс. Ертерек алып қою керек. Өйткені кез келген студент барады ғой. Сол кезде билет мүлде таппайды. Мысалға мен Қарағандыда Гранттың шешімі шықпай тұрып па? Алып қою керек билетті. Мысалға мен алып қоймаған болды. Маған да ешкім айтпады алып қойды деген, алып қою деген сияқты. Бірақ мен ойымда болды да. Но мен білмеймін, неге алмағанымды. Мен барам. Грантты күтіп жүрсіңдер ғой. И шығамда неге билетті енді тапсыру керек қой. Бір уақытқа дейін соған дейін қараймыз, билет жоқ қой вообще. Саған қалай барамыз? Өткізу қиын емес. Так что алып қою керек, алып қою керек. Лайфхактар кетіп жатыр. Мысалы, басқа қала болмаса, оны өткізіп жібере саласың деген секілді. Бірақ міндетті түрде билет алып қою маңызды. Сөйтіп билет таптық, бір нәрсе қылып бардық, и бізде общаганың уже шығып тұр екен несі. Ішіне қарадым, мен бірінші общагаға түспін. И общагаға барған өзінде, мысалы, ертерек барған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені нәтижесі шыққаннан кейін ол жерде көп студент, өте көп студентті ең бірінші күні міндетті түрде кезек. Қалай? Ожидание, реальность деген қалай болды? Сен не күттің, и реально қандай болды? Мен ойладым, анау басында ОБТ-ны просто аламыз, документті аламыз, и документті береміз. Все өздері орналастырып. Қайдағы болды ғой. Кезек деген көп, прям көп да, бірінші күні вообще көп болады екен. Ал соңына барсаң, кезек азайған, спокойно кіресің. Бірақ негізі басында бар документ тапсырғанда, онда документ тапсырған кезде сен мысалы гранттасың ба, сені күтеді. Олар доказса сабақ оқу басталған дегенше күтеді. Тапсырып боласың, бірақ общагаға ертерек барған дұрыс. Себебі общагада мысалға этаж көп болса, сен соңғырақ барсаң, онда сені жоғары этажға қарай жіберуі мүмкін деген секілді. Болмаса, немесе көнелеуіне деген сияқты. Заявление берген өзіне, мысалға соңырақ берсең, сені 2-ге, 3-ге қарай жіберуі де мүмкін да. Сондай. Мысалға мен универімде бірінші общага лучше болды. И соның өзінде этаж енді көп қой. Ертерек барсаң, нормальный орын аласың. Бірақ по-любому сенде соған түстің ба, орынды алып қояды саған. Мысалға онда орын жетпей қалды деген болмайды. Сондай жақсы жері. Грантқа түскен жақсы жері сол десе. Енді бардың университетте группамен таныстың. Сол кезде қандай қызықтар болды? Менде бізде курсқа қатысқан бір бала болды. Екеуміз сол бір курсқа қатыстық, химиядан мысалға. Химиядан бірге қатыстық. Мен ол бала басқа қаладан, мен басқа қаладанмын. Түрімізді мүлде білмейміз, тек группада есеп талқылаймыз, атын білеміз, сондай. Сөйтіп группаны уже сабақ басталарында группаға бөліп тастады. Ішінде бір бала болды. Келесі күні ана бала маған жазады, екеуміз бір курсқа қатыстық, білесің ба деп. Екеуміз бір группалас екенбіз деп. Қазынапайдікін деп. Сөйтіп жазады, екеуміз сол Қазынапайдың химия курсына қатыстық қой деп. Мен өлең шығаратын баламын ғой деп. Сосын түрін көрмегенсің, қалай ол? Түрін вообще білмеймін даже. Шынында мен оның атын
групп мысалға аты Ерназар. Оның несін көрмедім, мысалға мен түрін білмек түгіл, атын да дұрыс білмеймін ғой. Просто оның өлең шығаратынын білем. И химия курсына бар. Өлең шығаратынын білем. Сөйтіп ол маған жазады, өлең шығаратын баламын ғой деп. Деп сөйтіп группаластармен кездесетін болдық. Сөйтіп бірге барайық деді. Бірге бардық, көрдік. Сөйтіп көрдім. Оказывается, бірге қатысқан курстасым, өзімнің группаласым болып шықты. Сондай. Қызы, мен ол баланы өзімде көрген жоқпын, бірақ өте жақсы араласып тұрамыз. Бізде көбінесе онлайн бір жері қанша қаладан, мысалы 150, 200, 500 адам оқиды ғой. Әрқайсысын бәрін білеміз, қалай несін жаңағы келе жатқан, қалай дайындалып жатқан, былай кураторлардан байланысып сұрап отырамыз. Бірақ прям түрін көрмеймін да. Көбінесе зумға кіргенде де түрлерін жауып отырады. Сен қандай бақыттысың деп жатырмын. Ал сосын бізде тек сол ғана емес. Мысалы химия курста бізде 4 бала болды ма? Дашы. Иә. Менің курсыма қатысқан 4 бала ма? 4 бала бәріміз Қарағандыға түсеміз. Қарағанды, екеуінің мамандығы педиатра, біз екеуміз ойымыз. Сонда. Сонда кім? Мен, Ерназар, Айнара, Мейрамбек. Мейрамбек. Бәрі де былай белсенді оқушылар, значит, бір группадан прямо бір курстан жан-жақтан келіп жиналдыңдар, иә? Вообще күшті, супер. Енді қорытындылай келе, жаңағы осы біздің оқырмандарымызға қазіргі енді ұбт тапсыратын жас түлектерге қандай совет бересің? Жалпы қандай тілек айтасың? Осымен аяқтасақ, және міндетті түрде оқырмандар, сіздер ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, келесі мысалға подкастқа кім шыққан қалайсыздар, және ол адамға қандай сұрақтар болған қалайсыздар, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ұнаса комментарийге, лайкке аямаңыздар. Бұл біздің алғашқы шығарылым, сондықтан сіздердің мотивацияларыңыз бізге өте ауадай қажет. Енді қандай тілегіңіз бар және қандай совет? Құрметті ұбт тапсырушы жас түлектерге айтарым, ең бірінші дайындықты ерте бастау қажет. Ерте және жүйелі түрде бастасаңыздар, онда сіздердің балдарыңызда соншалықты жоғары болады. Қаншалықты ерте, соншалықты жоғары. Бірақ бастаған оқуларыңызда до конца жүйелі түрде оқу қажет. Мысалға оқыдым, тастап кеттім деген болмау қажет. Міндетті түрде соңына дейін. Иә, соңына дейін әрбір өткен нәрсені қайталап отыру да өте маңызды. Былай оқу керек қой. Биология сен түбіңе жетем деп. Бірде-бір тақырып қалдырмай, кез келген оқып, қайталап отыру қажет. Онан кейін өздеріңізге деген сенім болу қажет. Сенім және жүйелі оқу, әрі ерте бастасаңыздар, бәрі мүмкін десеңші. Мысалға менің өзім ұбт-ны ертерек бастасам деген әлі де болады. Ертерек бастасам бұдан да жоғары. Может, бұдан да жоғары деген секілді. Бірақ шүкір. Сондықтан барлықтарыңызға ерте әрі жүйелі бастаңыздар. Онан кейін сіздерге айтарым, курс немесе репетитор соған барыңыздар, өйткені ол және оны дұрыс таңдаңыздар. Дұрыс таңдаңыздар. Ол өйткені таңдау өте маңызды. Онан кейін сіздерге айтар тілегім, алда тапсыратын ұбт-ларыңыздан жоғары балл жинаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін, тек өздеріңізге сеніңіздер. Міндетті түрде грантқа түсіп, жүректеріңізді аямаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.